Қайырлы күн достар. Бүгін тауық, саңырауқұлақ және картоптан бұқтырылған тағам дайындайтын боламыз. Әуелі қызып тұрған табаға туралған тауық етін салып қуырып аламыз. Үстінен пиязды саламыз. Араластырып қуырамыз. Содан соң жұқалап туралған картопты қосамыз. Үстінен саңырауқұлақты салып араластырып отырып, саңырауқұлақтың суын құйып, қақпағын жауып, баяу отта бұқтырамыз. Міне достар, өте керемет, дәмді, тез дайындалатын тағам дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.